Al kешкі банги. Мен ойнағым келіп жатыр да, ойнай алмай. Қазір мен сіздерге Африкадағы екі түрлі рестораны көрсететін боламын. Біреуін арабтар ашқан, екіншісін местный африкалық адам ашқан. Айырмашылығын көрсеңіздер айтыңыздар. Біріншісі Forever Страна чудес деген ресторан. Бұл ресторанды африкалық әйел ашқан. Және бұл жақта балықты жақсы істейді деп естідік. Қызығы барлық нәрсесі, орындығы, столы, шатыры, полы, қабырғасы барлығы ағаштан жасалынған екен. Және бір ерекшелігі бұл ресторанның жартысы судың бетінде орналасқан. Террасасы бар, террасасының орындығы 1 метр. Және бұл террасасына адамдар мусор лақтырып отыра береді екен. Бірақ бұна мусордың орнында негізі су болу керек. Су құрғақ сезон болған үшін тартылып қалған. Және оның бетінде осындай қайықтармен жүзіп жүреді. Бұл қайықтармен қай жаққа барады десеңіздер, қарсы беттегі Конго мемлекетіне баруға болады. Яғни Конго мемлекетіне террасадан қарап отырасыз. Мына Убанги өзені Конго мемлекеті мен Орта Африканы екіге бөліп тұрады, тек осы ғана граница. Жалпы біз алғаш рет келдік бұл жерге және өзімізге балық заказ бердік. Қазір көреміз. Мадам, notre poisson c'est comment? 5 minutes. 5 минуттан кейін дайын болады екен. Мына көкөніс вуду деген екен. Вуду деген. Балық майлы әрі дәмді екен, бірақ ортасы піспегендей болды, сондықтан барлығын жей алмадым. Біз 16 мың тастап кеттік бұл ресторанға. Официант біздің қай жақтан екенімізді сұрады, өзі ішіп алыпты. Келесісі арабтардың Африкада ашқан рестораны, осы жерде орналасқан. Міне сырты осындай, іші мынандай. Мында киімдер сатады. La Terrasse деген жаңадан ашылған. Қазір ішін қарап көрсетемін сіздерге. Қараңыздаршы, көбелектерге. Качель. Орындықтар, ішінде выпечка, торт, нан, мороженое сатады. Бірақ барлығын Вангиде бір адам жасайтын секілді, өйткені барлық жерде бірдей қып сатады. Жалпы бұл жақта туған күнмен осылай құттықтайды адамдарды. Сондай қызық. Ал мына кісі біздің араб досымыз, өзі аспаз. Осы не дейді? Жоқ, жасалан енді білмей тұрмын да, не таңдаймын ше? Андай, нормально бір. Не знаю даже. Нені қалай жасайды, стейк қалай жасайды, интересно сұраңызшы. Стейк именно Альфредо, сос Альфредо. Тамағымыз уже келіп қалды. О, пицца. Стейк? Стейк Альфредо. Осы көрінеді. Міне стейк те келді, және стейктің түрі осындай. Қасында қозы құйрық, брокколи, цветная капуста сондай бар екен. Но соус Альфредо, фри. Сонымен La Terrasse деген ресторан. Біздің шотымыз 38.500 болды.